19 қарашадан бастап Теміртауда әкімшілік айыппұл төлемей жүргендерге қарсы жедел профилактикалық іс-шара басталды. Акция мақсаты әкімшілік жазаға тартылып айыппұл төлеуден жалтарып жүрген тұлғалардан айыппұлды өндіру. С 19 по 23 Қарашаның 19 мен 23 аралығында Қарағанды облысының аумағында борышкер жедел алдын алу шарасы басталды. Шараның басты мақсаты айыппұлды төлемей жүрген көлік жүргізушілерін анықтау. Соңғы уақытта шаһарымызда ондай көлік жүргізушілері көбейіп кетті. Ағымдағы жылдың өзінде Теміртау қаласының әкімшілік полиция басқармасы жүргізушілерге 120 миллион теңге айыппұл салған. Бүгінде борышкерлердің басым бөлігі қарыздарын төлемеген. При выявлении таких Шара барысында айыппұл төлемеген жүргізушілер анықталса, көліктері бірден айыппұл көліктерін қоятын тұраққа жеткізілетін болады. Сондай-ақ, біз борышкердің жұмыс орнына, үйіне баратын боламыз. Мұндай жедел алдын алу шарасының жиі өткізілетініне көлік жүргізушілері қарсы емес. Оларда осы шарадан кейін жол көлік апаты азая ма деген үміт басым. Я считаю, что... Мен ойлаймын, егерде расымен жиі жол көлік ережесін бұзып, борышкер атанатындар саны көп болса, мұндай шаралар жиі өткізілуі тиіс. Осыдан кейін жол көлік апаты да азайып қалар. Қарыз төлеу парыз. Борышкер профилактикалық шарасы бір аптаға жалғасады. Ережені елемей, айыппұлын төлемей жүргені жүргізушілер мәжбүрлі түрде жауапкершілікке тартылады. Акция барысында полиция қызметкерлері күшейтілген режимде жұмыс істейтін болады.